17-22 маусым күндері аралығында республикалық айбын әскери патриоттық жастар жиыны өткізілді. Батыс қазақстандық өрендер жалпы командалық есепте бірінші орынға ие болды. Жастар жиыны Қарағанды облысының Спасск қаласында өткізілді. Қатысушылар 13 әскери қолданбалы спорт және байқаулар бойынша сайысқа түскен. Өте қуаныштымыз. Әртүрлі сайыстардан сынға түстік. Мысалға айтатын болсақ, толық емес автоматты жинақтау, әскери кросс, кермеге тартылу сынды жарыстардан сынға түскен болатынбыз. Шара биыл 5-ші жыл қатарынан өткізілуде. Былтырғы жылы аталмыш ұйым командалық есепте 2-ші орынға ие болған. Айта кетелік жайт, биылғы әскери патриоттық жиын жастар жылының аясында ұйымдастырылған. Мақсаты қазақстандықтардың арасында, жасөспірімдер арасында жаңағы қазақстандық патриоттық жаңағы рухын көтеру, жастар жылы аясында осындай жетістікке жетіп отқанымызға өте қуаныштымыз. Сайысқа түсушілер кермеде тартылу, бес тас, ләңгі тебу, әскери кросс, арқан тарту спорттық жарыстармен қатар робототехника байқауы, IQ, ән байқауы және тағы басқа сайыстардан сыналған. Батыс Қазақстан облысының Жігер әскери патриоттық клубы 17 команданың ішінен суырылып бірінші орынға қол жеткізді. Бұл әрине біз үлкен қуаныш, бұл жетекшілерінің арқасы, оқушыларының арқасы, себебі бұл жиынға дайындық жұмыстары жүргізілді арнайы. Және де оқушылар бар күш-жігерін осыған салды, және мен ойлаймын, осы облысымыздың абыройын асқақтату жолында бұл өте мерейлі, айтулы оқиға. Және отан үшін отқа да суға да түсетін осындай патриоттарымыз, осындай әскери патриоттық клуб мүшелерінің ішінен шығарға сенім өте зор. Анар Нұрланқызы, Рүстем Ишанов, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.